Зейнеп пен Эбру Серхаттың арқасында әрең дегенде қылмыскердің қолынан құтқарылады. Қылмыскерді полиция қызметкері келіп тұтқындайды. Бірақ Кадерге дұрыс қамқорлық танытпағандықтан заң өкілдері Кадерді Зейнепке береді. Зейнептің қуаныштан көзіне жас келеді. Бірақ сот шешіміне қарсы шығып, Кадерді Зейнепке беруден бас тартып, оны ұрлап кетеді. Сонымен қатар Зейнеп Берактың соңынан қуып келе жатқанда Берак апатқа ұшырайды. Зейнеп Кадерді көліктен шығарып аман алып қалады. Ауруханаға түскен Беракқа Хаял мен Илким барып қайтқанымен, анасына деген бұрынғы сенімі мен жылылығы қалмаған еді. Кейін Серхат пен Зейнеп Кадерге велосипед сыйлап, Серхат оған велосипед тебуді үйретеді. Сол кезде Кадер оны байқамай әке деп атап қояды. Кейін Кадер Зейнептен өз әкесі туралы сұрайды, бірақ Зейнеп оның кім екенін және білмейтінін айтады. Азра Жиханмен ажырасатынын айтып, оның жасырған ақшасына үй алып, баласымен тыныш өмір сүруді қалайды. Алайда Жихан Азраны әдейі психикалық ауру сияқты көрсетуді жалғастырады. Ол сөмкедегі ақшалардың орнына газеттерді толтырып, тіпті түнде қазанның астына газ жағып, әйелін ұмытшақ әрі епсіз етіп көрсеткісі келеді. Азра Жиханды жүреді деп ойлап, оның аяғын таяқпен қатты ұрып тексереді. Бірақ Жихан оған сыр білдірмей жүре алмайтынын айтады. Сонымен қатар Жихан тағы да Серхатқа опасыздық жасап, журналистке Серхаттың бұрынғы әйелінің некесіз қызын асырап алғаны туралы ақпарат береді. Кейін әлгі журналист көпшіліктің алдында Серхатқа осы тақырыпта сұрақ қойып, оны ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Серхат Нижаттың конвертін іздеп табу үшін Пелинді түрмеден босатып алады. Пелин жаңа өмір бастағысы келіп, Эбруға бір агенттікте серіктес болуды ұсынады. Бірақ Зейнеп бұған қарсы болып, Эбруға Пелинмен араласпауын талап етеді. Ал Жан Пелинге әлі де бейжай қарай алмай жүргенімен, оған салқын қарым-қатынас танытады. Серхат болса, болашақта Жанның Пелинді кешіруі мүмкін деп ойлайды. Мұстафаның Эбруға қамқор болып жүргенін байқаған Гамзе олардың арасына от салуға тырысады. Ол анасына Эбрудың отбасылы еркекпен жақын болғанын айтып, Рафиканың үйінде жанжал шығаруға итермелейді. Кейін өзі анасының мінезінен шаршағандай кейіп көрсетіп, киім-кешегімен Мұстафаның үйіне көшіп келеді. Мұстафаның ата-анасы амалсыз көнеді. Гамзе Эбрумен бір бөлмеде тұрады. Ол Рафикаға өте сыпайы әрі жақсы келін болып көрінеді. Бірақ шын мәнінде өз жоспарын жалғастыруды көздейді. Ал Рафика мен отбасы оның 200-ді мінезін байқамайды.